Шанхай ынтымақтастық ұйымы және терроризммен күрес. Қазақстандағы су тасқыны жағдайы. Шошқа бүйрегі ауыстырылған бірінші науқас ауруханадан шығарылды. Тәжікстан Иранмен этникалық тәжіктердің әскери қызметке қатысуын арттыруды талқылады. Юрта онлайнға қош келдіңіздер. Енді мен Жандос Сейдалин орталық Азиядағы және әлемдегі ең қызықты оқиғалармен бөлісемін. Осы хабарды соңына дейін көріңіз, өйткені ерекше жаңалықтар жайлы айтатын боламыз. Қазақстандағы су тасқыны жағдайы әлде қайда нашарлауы мүмкін. Синоптиктердің хабарлауынша, Жайық өзені ағынының қалыптасу жоғарғы белдеуіндегі бақылау деректеріне сүйене отырып, Росгидрометтің болжамы бойынша көктемгі су тасқынының күтілетін көлемі 2023 жылға арналған көп жылдық орташа мәндер мен көрсеткіштерден 2-2,5 есе асып түседі. Қазақстан аумағында Жайық өзенінің Жайық көшім өлшеу станциясында ашылуының күтілетін мерзімі 7 сәуір мен 12 сәуір аралығында болжануда. Жайық көшім учаскесінде көктемгі су тасқынының көлемі 11-ден 15 куб шақырымға дейін болады деп күтілуде. Бұл өткен жылғы көрсеткіштерден айтарлықтай асып түседі және рекордтық көрсеткіштерге жақындап келеді деп хабарлады Қазгидромет. Бұл жергілікті халық пен инфрақұрылым үшін күрделі мәселелерді тудыруы мүмкін және тиісті сақтық шаралармен қорғауды талап етеді. Қазіргі уақытта 6 облыста 1364 жеке тұрғын үй су астында қалып отыр. Оқиғаның себебі президенттің айтуынша қардың қатты еруі және мұз қыртысының пайда болуымен жердің терең қатуы нәтижесінде топырақтың ылғалдылығы. Содан кейін қардың еруіне әкелген жылыну жауын-шашын. Өкінішке орай биылғы жылы бұл жағдайлардың бәрі бірге жұмыс істеді, ал біз бұған дайын емес едік. Мемлекет басшысы су тасқынының теріс салдарын болдырмауға және жоюға бағытталған ұйымдастырушылық, профилактикалық, инженерлік, техникалық және пайдалану іс-шараларын жүргізудің маңыздылығын атап өтті. Қазақстандықтар су тасқынынан зардап шеккендерге Қазақстан халқына қорына 630 миллион теңгеден астам қаржы аударды. Қор 4 сәуірде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың табиғи апаттан зардап шеккен барлық тұрғындар мен өңірлерге барынша қолдау көрсету туралы үндеуін қолдай отырып, Қазақстан халқына ауылдық жерлерде 200 тұрғын үй құрылысын жалпы сомасы 5 миллиард теңгені құрады. Бей-жай қарамайтын қазақстандықтар мен ұйымдар қорға су тасқынынан зардап шеккендерге қайырымдылық көмек көрсетуге қатысу туралы сұрақтармен хабарласуда. Азаматтар мен кәсіпорындардан бастамасын ескере отырып, қор шоттарына түскен қаражатты жинауға және ашықтығы және мақсатты жұмсалуын қамтамасыз етуге дайын деп хабарлайды Қазақстан халқына қоры. Осындай жағдайда өзге облыс тұрғындарының қолдауы мен көмегіне қуанбасқа болмайды. Мәселен, Алматыда гуманитарлық көмек қабылдау пункті ашылды. Ол 29 наурызда жұмысқа кірісіп, 1 тоннадан астам қажетті заттарды жинап үлгерді. Алматының Қамкөңіл тұрғындары өздеріне қажетті заттарының барлығын, жалпы киімдер, аяқ киімдер, азық-түліктер, тұрмыстық заттар мен гигиеналық құралдарды алып келеді. Елбасы жұмыс сапарымен Батыс Қазақстан облысына келді. Мемлекет басшысы эвакуацияланған тұрғындармен кездесуді, сондай-ақ жедел штабтың отырысын өткізуді жоспарлап отыр. Сапар барысында президент су басқан аумақтарды ұшып өтіп, эвакуацияланған тұрғындармен кездеседі және төтенше жағдайларды жою штабының отырысын өткізеді. Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін президенттің баспасөз хатшысы Берік Уәли Facebook желісіндегі парақшасында Қасым-Жомарт Тоқаевтың су тасқынынан зардап шеккен аймақтардың біріне жұмыс сапармен бару жоспары туралы хабарлаған болатын. Төтенше жағдайлар министрлігі хабарлағандай, су тасқыны басталғаннан бері Ақтөбе, Қостанай, Атырау, Ақмола, Павлодар және Батыс Қазақстан облыстарында 1043 жеке тұрғын үй мен 298 аула аймақтары су астында қалды. 691 тұрғын үй мен 1042 ауладан еріген су сорылды. 18945 адам құтқарылып эвакуацияланды, оның 8202-сі балалар. Үміттенейік және жағдайдың жақсаруын күтейік. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет агенттік төрағасы Асқат Жұмағалидың жетекшілігімен спортты қаржыландыру саласындағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою мәселелері бойынша ведомствоаралық кеңес өткізді. Ағымдағы жылдың басынан бері агенттік спорт саласында 39 сыбайлас жемқорлық қылмысын тіркеген. Сыбайлас жемқорлықтың ауқымы бұрынғы вице-министрдің спорт және дене шынықтыру істер комитетінің төрағасы, спортты дамыту дирекциясының басшысы және басқа да ресми тұлғалардың
қылмыстық жауапкершілікке тартылуына әкелді. Антикор сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар мен қаражатты ұрлау үшін қолайлы жағдайлар спорттық үдерістерді цифрландырудың жоқтығынан жасалған деп санайды. Сонымен қатар Антикордың айтуынша бюджет қаражаты жеке спорт инфрақұрылымын дамытудың орнына шетелдік ойыншыларға төлемдер мен спорт нысандарын жалға алуға жұмсалады. Тек соңғы 6 жылда бұл саланың бюджеті 2 есеге өсіп 1,4 триллион теңгені құрады. Алайда Қазақстанның әлемдік спорттағы рейтингі өкінішке орай төмендеп барады. Естеріңізге сала кетейік, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет Батыс Қазақстан облысы бойынша спорт және дене шынықтыру істері комитетінің спортты дамыту дирекциясы мемлекеттік кәсіпорынның бұрынғы директорына қатысты арт спорт бағдарламасының аясында ұрлық фактілері бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдарын жүргізіп жатыр. Тергеушілердің мәліметінше, күдікті 2021 мен 2022 жылдар аралығында жалпы сомасы 57 миллион теңге бюджет қаражатын жымқырған. Біз одан әрі шешімдерді күтеміз. Қазақстан мен Қытай 565 миллион доллардан асатын коммерциялық келісім-шарттарға қол қойды. Қытай коммунистік партиясы орталық комитетінің саяси бюросы мүшесінің ресми сапар аясында Алматыда өткен Қазақстан мен Қытай арасындағы шекаралық ынтымақтастық екінші достық диалогына қатысты. Шыңжаң ұйғыр автономиялық ауданы Қытай коммунистік партия комитетінің хатшысы Ма Синруи Қазақстанмен екі жақты экономикалық қарым-қатынасты нығайтуға келісті. Форум аясында қазақстандық және қытайлық кәсіпкерлер арасында B2B форматында экономиканың әртүрлі салаларында құрылыс, энергетика, тау-кен өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы, тамақ өнеркәсібі, машина жасау, туризм, инвестиция және тағы да басқа екі жақты келіссөздер өтті. 16 екі жақты құжатқа қол қойылды, оның ішінде 565,4 миллион ақш доллар құрайтын 5 коммерциялық құжат бар. Ынтымақтастықтың барлық салаларында оң динамика байқалады. Бүгінде Қазақстанда тау-кен металлургия кешені, өңдеу өнеркәсібі және тағы да басқа сияқты стратегиялық салаларда 3300 бірлескен кәсіпорын жұмыс істейді. Қазақстан Қытайға мұнай, мыс пен катодты мыс кендері мен концентраттарын, табиғи газды, ферроқорытпаларды, уран, күнбағыс майын экспорттайды. Қытайдан келетін негізгі импорт телефондар, компьютерлер, электр генераторлық қондырғылар, қара металл бұйымдары, шиналар, автомобильдер мен тракторларға арналған бөлшектер мен керек жарақтар, жол және құрылыс техникасы, автомобильдер. Бұл ынтымақтастық орта патшалықты шикізат пен сенімді қамтамасыз етумен қатар Қазақстан үшін тұрақты табыс көзі болып табылады. Қазақстан мен Қытай арасында қызметтің барлық саласында ерекше қарым-қатынас қалыптасты. Екі мемлекеттің сауда-экономикалық ынтымақтастықты кеңейту үшін орасан зор әлеуеті бар. Жыл сайын Қытаймен қарым-қатынасымызды нығайтып келе жатқанымызда қуанбасқа болмайды. Сәуір айында Қазақстан мен Тәжікстанның астаналары арасында тікелей тұрақты әуе қатынасы ашылады. Қазақстанның Тәжікстандағы елшісі Уәлихан Төреханов пен Самон Эйр әуе компаниясының бас директоры Абдул Қосым Валиев Астана мен Душанбе арасында тікелей тұрақты әуе рейсін ашу мәселесін талқылады. 2 сәуірде Қазақстан Республикасының елшілігінің Самон Эйр әуе компаниясының және Тәжікстан азаматтық авиация комитетінің сондай-ақ дипломатиялық корпус пен бақ өкілдерін қатысуымен Душанбе Астана бағыты бойынша алғашқы рейстің салтанатты рәсімі өтті. 19 сәуірден бастап Астанаға ұшу жиілік аптасына 2 рейске дейін сейсенбі және жұма күндері болады. Әуе бағытының іске қосылуы Қазақстан мен Тәжікстан арасындағы сауда-экономикалық, іскерлік, инвестициялық және туристік ынтымақтастықты одан әрі дамытуға ықпал етеді. Әуе жолдары жайлы айтқанда Алматы, Милан бағыты бойынша рейстер санының артқаны. Астана мен Рим, сондай-ақ Астана мен Милан арасында әуе қатынасының ашылғанын еске салмасқа болмайды. Бұл туралы Неос әуе компаниясының президенті Лупо Ратаци Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевпен кездесуінде мәлімдеді. Елдер арасында тікелей әуе қатынасының болуы сауда, экономикалық, мәдени-гуманитарлық байланыстар мен туризмді дамытуға серпін береді. Ашхабадта Түркменстан мен Қазақстан газ компанияларының басшылығы арасында газ саласындағы екі жақты ынтымақтастықты нығайту бойынша келіссөздер өтті. Қазақгаз Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасы бойынша газ саласын жан-жақты дамыту, оның ішінде ішкі нарықты тұрақты қамтамасыз ету, ресурстық базаны кеңейту және оның инвестициялық тартымдылығын арттыру мақсатында келіссөздер жүргізілуде. Кездесу Қазақгаз акционерлік қоғамының басшысы Санжар Жаркешев, Түркменстан
Түркменстан министрлер кабинеті төрағасының орынбасары Батыр Аманов және Түркменгаз мемлекеттік концернінің төрағасы Мақсат Бабаев арасында өтті. Конструктивті диалог барысында тараптар ынтымақтастықтың перспективалы бағыттарын, соның ішінде газ кен орындарын бірлесіп игеру, екі елдің аумақтарында газ құбыры жобаларын іске асыру және табиғи газды өзара тиімді жеткізу мәселелерін талқылады. Кездесу қорытындысы бойынша газ саласындағы стратегиялық серіктестікті одан әрі нығайтуға өзара мүдделік танытып, екі жақты ынтымақтастықты жандандыруға дайын екендіктерін растады. Бұл Қазақстан мен Өзбекстан үшін қаншалықты тиімді? Коммерсант басылымының жазуынша 2023 жылы Өзбекстанға ресейлік газ жеткізудің бағасы 1000 кубометр үшін $160 құрады. Бұл Түркияға шамамен $270-280 және Қытайға $260-270 сатудың орташа бағасынан айтарлықтай төмен. Соған қарамастан қазіргі баға Газпромға 1000 кубометр үшін $20-22 пайда табуға мүмкіндік береді. Ал Қазақстан үшін баждың жоқтығынан шамамен $20 құрайтын баға одан да төмен болуы мүмкін. Газ саласынан жақсы жаңалықтарды күтейік. Түркменстанның ОБСЕ парламенттік ассамблеясы, ұлттық азшылықтар істері жөніндегі жоғарғы комиссары кеңсесі, демократиялық институттар және адам құқықтары жөніндегі бюросы және тағда басқа сияқты институттармен тиімді байланыстарды айтарлықтай күшейді. 2 сәуірде Сыртқы істер министрлігі Түркменстанда Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы парламенттік ассамблеясының ОБСЕ вице-президенті Рейнхольд Лопаткамен кездесу өтті. Тараптар энергетикалық қауіпсіздік, көліктік байланыс және экологиялық қауіпсіздік сияқты негізгі салалардағы ынтымақтастық артып келе жатқан динамикасын атап өтті деп хабарлайды Түркменстан Сыртқы істер министрлігі. Түркменстан мен ОБСЕ арасындағы әріптестікті нығайтуда парламенттік дипломатия ерекше рөл атқарады. Тараптар мәжіліс пен ОБСЕ парламенттік ассамблеясы арасындағы ынтымақтастықтың жай күйі мен келешегі туралы пікір алмасты. Түркменстандық дипломат пен парламенттік ассамблея басшылығының өкілі парламентаралық әріптестікті ынталандыру және халықаралық сарапшылармен тәжірибе алмасу мақсатында бірлескен тақырыптық семинарлар мен конференциялар өткізу тәжірибесін жалғастыруға келісті. Шанхай ынтымақтастық ұйымы және терроризммен күрес. Терроризм тақырыбы бірнеше апта бұрын өңірімізде тағы да өзекті болды. Бұл жайында 3 сәуірде айтылған болатын, бірақ жаңа контекстте бұл туралы Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Шанхай ынтымақтастық ұйымының мемлекеттері қауіпсіздік кеңестерінің қатысушыларымен кездесуінде айтты. Тоқаев әлемде жанжалдардың өсу тенденциясы бар екенін, оған Шанхай ынтымақтастық ұйымының қауіпсіздік төрағасынан назар аудару керектігін атап өтті. Осылайша өткен жылы әлемде 183 аймақтық және жергілікті қақтығыстар тіркелді. Бұл 2022 жылмен салыстырғанда 30%-ға дерлік көп. Бұл соңғы 30 жылдағы ең жоғарғы көрсеткіш. Тоқаев сарапшылардың пікірлеріне сілтеме жасай отырып, қақтығыстар мен зорлық-зомбылық әрекеттердің жаһандық циклі жүріп жатқанын және осының аясында халықаралық терроризм қаупі артып отырғанын атап өтті. Және мұнымен келіспеу қиын. Терроризм бұл ешбір мемлекет пен қоғам қорғалмаған қауіп. Бірақ әр ел онымен жеке күресе алмайды. Терроризмнің халықаралық құрылымы бар. Оны бір уақытта барлық жерде жою керек. Өйткені өз еліңіздегі ұяшықты жойыңыз, және ол шет елдермен байланыстардың арқасында қайтадан пайда болады. Осыған байланысты Шанхай ынтымақтастық ұйымы Қазақстан, Қытай, Ресей, Үндістан, Пакистан және басқа да ірі әлемдік державаларды қамтитын ауқымды ұйым. Сондықтан лаңкестікпен бірлесіп күресу үшін барлық күш пен құралдар бар. Елбасының айтқаны да осы еді. Тәжікстан Иранмен этникалық тәжіктердің ислам мемлекеті тобының ислам мемлекеті ИГИЛ Қазақстанда тыйым салынған лаңкестік ұйым жауынгерлік іс-әрекетіне қатысуын арттыруды талқылады. Анықталғандай, Душанбе мен Тегеран Иранның Керман провинциясындағы және Красногорск қаласындағы Крокус-Сити холлдағы лаңкестік әрекеттерге байланысты қауіпсіздік мәселелерін талқылады. Екі шабуылға да Тәжікстан азаматтары қатысқан. Қауіпсіздік мамандарының айтуынша, бұған бұрынғы кеңестік республика тұрғындарының белсенді түрде жұмысқа тартылуы себеп.
Тәжікстан билігі еңбек мигранттарының әртүрлі елдердегі экстремистік қоғамдастықтарға араласуына жол бермеу үшін оларға түсіндіру жұмыстарын күшейтті. Әлеуметтік желілер арқылы жұмысқа қабылдаудың алдын алуға ерекше назар аударылады. Тәжікстанның тумалары тұратын және диаспоралар қалыптасқан басқа елдерде де жұмыстар жүргізілуде. Сонымен қатар Ашхабад пен Мәскеу арасында мамыр айында экстремистердің мигранттарды тарту мәселесі бойынша жан-жақты келіссөздер жүргізілмек. Қазіргі уақытта Ресейде Крокус Сити холлдағы терактіге қатысты 9 айыпталушы қамауға алынды. Оның ішінде 4 тікелей қылмыскер Тәжікстанның тумасы. Айта кетейік, Тәжікстанның қарапайым тұрғындары үшін бұл да алаңдаушылық туғызады. Мысалы, Крокус Сити холлда болған терактіден кейін Тәжікстанның тумасы Мамурхон Алимов стихиялы мемориалға 2 көлік гүл алып келді. Сондай-ақ тәжік халқы таңғалды және сіздермен бірге жоқтауда деген жазуы бар мемориалдық тақта орнатты. Бұл жаман халық жоқ, тек жаман адамдар бар екенін ескертетін маңызды нәрсе. Шошқа бүйрегі ауыстырылған бірінші науқас ауруханадан шығарылды. Дүние жүзінде алғаш рет генетикалық түрлендірілген шошқа бүйрегін ауыстырылған Ричард Слайм ауруханадан шықты. Бұл туралы New York Times хабарлайды. Қазіргі уақытта 62 жастағы ер адамның ағзасында бас тарту белгілері жоқ. Оның жағдайы тұрақты. Дегенмен басылым нақтылайды. Дәрігерлер хирургиялық араласудың сәттілігі туралы қорытынды жасауға әзірге асықпайды. Естеріңізге сала кетейік, операция 21 наурызда болған. Ер адам 2018 жылдың желтоқсан айында донордан бүйрек ауыстырып алған, бірақ біраз уақыттан кейін органы істен шыққан. Нәтижесінде науқас 2 апта сайын ауруханаға баруға мәжбүр болды. Слайм дәрігерлердің жаңашыл ұсынысына еш ойланбастан келісті. Айта кететін жайт, егер әдіс сәтті дәлелденсе, генетикалық түрлендірілген мүшелерді трансплантациялау донорлық органдар тапшылығының жаһандық мәселесінің шешіміне айналуы мүмкін. Ресей Федералды әуе көлігі агенттігінің құтқарушылары Баренц теңізінде апатқа ұшыраған 2 балықшыны эвакуациялады деп хабарлайды Федералды әуе көлігі агенттігінің Telegram каналы. 1 сәуірде дүйсенбі күні солтүстік батыс авиациялық іздестіру құтқару орталығына Баренц теңізінде моторлы қайықта апатқа ұшырап, Малы Оленя аралының жағасына қонған 2 балықшы туралы хабарлама түскенін еске салады. Құтқарушылар Баренц теңізінде апатқа ұшыраған балықшыларды эвакуациялады. Балықшылар зардап шеккен жоқ, олар медициналық көмекті қажет етпеді. Олар 12:44-те Мурманскіге аман есен жеткізілді. Қиындыққа ұшыраған балықшылар аралда әуеден табылып, оларды борттағы құтқарушылар эвакуацияланғанын атап өтті. Forbes әлемдегі ең бай адамды атады. Биыл миллиардерлер саны рекордтық көрсеткішке жетті. Forbes журналы әлемнің ең бай бизнесмендердің жаңартылған рейтингін ұсынды. Ондағы бірінші орынды бұрынғыдай француз кәсіпкері Луи Виттон Майот Хеннесси басшысы Бернар Арно 233 миллиард доллар байлығымен иеленді. Рейтингтің екінші орында SpaceX және Tesla негізін қалаушы Илон Маск тұр. Оның байлығы 195 миллиард долларды құрайды. Одан кейін Amazon негізін қалаушы Джефф Безос 194 миллиард доллармен тұр. Meta, Facebook және Instagram негізін қалаушы Марк Цукербергтің таза байлығы 2023 жылы 64,4 миллиард доллардан 177 миллиард долларға дейін өсті. Ол 4-ші орында, 2023 жылы 16-ші орында болған. Рейтингтің келесі орнын Oracle директорлар кеңесінің төрағасы Ларри Эллисон 141 миллиард доллармен иеленді. Forbes мәліметінше, биыл миллиардерлер саны рекордтық көрсеткішке жетіп, 2781-ге жетті. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 141-ге, ал 2021 жылға рекордтық көрсеткішпен 26-ға көп. Байлардың жиынтық байлығы 14,2 триллион долларды құрайды. Бұл 2023 жылмен салыстырғанда 2 триллион долларға көп. Құрметті достар, сіздер Йорт онлайн арнасындастар. Мен Жандос Сейдалин, сіздердің назарларыңызға осы аптаның өзекті жаңалықтарын ұсынған болатынмын. Келесі аптаға дейін қоштасамын. Сау болыңыздар.